Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен осындай ерекше өте дәмді әрі нәзік пирогтардың бірі слезы ангела, қазақша айтқанда періштенің көз жасы пирогын бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен біз песочный тесто жасап алуымыз керек. Алдын ала ситадан өткізілген ұнымызға разрыхлительді қантты салып араластырып аламыз. Холодильниктен шыққан салқын сары майымызды қосып, крошка жасап, артынша бір жұмыртқамызды қосып, қамырымызды біріктіріп, осындай песочный тесто жасап аламыз. Дайын болған тестамызды салафан пакетімізге салып, начинкасы дайын болғанша холодильникке сала тұрамыз. Начинкасына бізге жұмсақ ірімшік қажет болады. Оған қантымыз бен жұмыртқаларымызды қосып араластырып аламыз. Менде бұл үйдің ірімшігі. Егер де сіздерде ірімшіктеріңіз қатты болатын болса, міндетті түрде блендермен езіп алсаңыздар болады. Осылай біркелкі масса болып қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Холодильниктен қамырымызды шығарып, формамызға жан-жағынан бортики жасай отырып, әдемілеп тегістеп салып шығамыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ және де қолға жабысқақ болып келеді. Сондықтан да ыңғайлы болу үшін қолымызды ұнға батыра отырып жасайтын боламыз. Енді қасықтың көмегімен осылай жан-жағын тегістеп, артық қамырларды кесіп шығамыз. Сол кезде піскен кезде және кескен кезде өте әдемі көрінетін болады. Артынша осылай көтеріліп кетпес үшін вилкамен тесіп аламыз. Дайын болған начинкамызды бір араластырып, формамызға құямыз. Бетін тегістеп, қызып тұрған 180 градуста пешімізге салып пісіріп алатын боламыз. 25-30 минутта біздің пирогымыз дайын болады. Пирогтың пісуіне 5-10 минут қалған кезде бетіндегі меренгасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге таза құрғақ ыдыс, 3-4 жұмыртқа және де 3-4 ас қасық қант қажет болады. Бұл жерде менде жұмыртқаларым кішірек болғандықтан 4 жұмыртқа алдым және 4 ас қасық қант қолдандым. Жұмыртқаларымызды ағынан сарысын бөліп аламыз. Бізге ағы ғана қажет болады. Сарысы араласпау қажет, әйтпесе біздің меренгамыз шықпай қалатын болады. Міне осылай ажыратып алдым. Енді біздің миксеріміздің насадкасы да құрғақ болу керек. Сақтығы үшін қағаз салфеткамен сүртіп алсаңыздар болады. Миксердің төменгі жылдамдығынан бастап қантты 3 бөлікке қоса отырып миксерлеп алатын боламыз. 5-6 минутта біздің меренгамыз дайын болады. Меренгамыздың дайын болғанын қайдан білеміз? Массамыз 2 есеге ұлғайып, ыдысымызды төңкерген кезде осылай ақпайтын болса, бұл біздің меренгамыздың дайын деген білдіреді. Пирогымыз піскеннен кейін пешті өшірмейміз. Ыстықтай осы пирогтың үстіне меренганы салып, тегістеп және де қасықтың көмегімен осылай узор жасап шығатын боламыз. Әдемі көріну үшін. Міне осылай жасап болғаннан кейін қосылып тұрған пешімізге 5 минутқа салып аламыз. Енді біздің пирогымыздың бетінде тәтті тамшылар пайда болу үшін осы ыстық духовканың ішінде толықтай суытатын боламыз. Ол үшін біздің духовкамыздың есігі толық жабылмай, сәл ғана ауа кіріп тұратындай етіп ашық тұруы қажет. Есігі жабылып қалмас үшін арасына бір затты қыстырып қойсаңыздар болады. Міне мен осылай қалдырдым. Енді толықтай суығанын күтемін. Міне достар, менің пирогымның бетінде осылай тәтті тамшылар пайда болды. Өте дәмді әрі нәзік ерекше пирогтардың бірі. Барлықтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.